Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Балнұр. Бүгін сіздерге палау жасау әдісімен бөлісемін. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, жасап көріңіздер. Күріштері бір-біріне жабыспайтын өте дәмді палаудың рецептімен бөлісемін. Ең әуелі қажетті азық-түліктердің барлығын ашып, дайындап аламыз. Бірінші кезекте пиязды жақсылап турап аламыз. Пиязымыздың көп болғаны палауымыздың дәмдірек болуына көмектеседі. Одан соң сәбізді өте әдемілеп тураймыз. Қатты үлкен емес, қатты кішкентай емес, орташа көлемде әдемілеп турап аламыз. Одан кейін етімізді алып, осылай пышақтың көмегімен арасын осып шығамыз, арасына тұз себеміз. Қызып тұрған майға ең бірінші етімізді салып, қызартып, жақсылап қуырамыз. Етіміз қуырылып болған соң, үстінен пияз салып, оны да жақсылап қуырып аламыз. Пияздан кейін сәбізімізді салып, жақсылап араластырамыз. Мен мына жерде тұз себуді ұмытып кетіппін. Қақпағын ашып, тұзымды қайта салып, жақсылап қуыртып аламын. Одан кейін үстіне су құямыз. Суды етті жауып тұратындай етіп құйыңыздар. Етті 1 сағат қайнатып пісіріп аламыз. Бір қайнап шыққан соң, үстіне алдын ала пісірілген немесе жібітілген ноқат пен мейіз саламыз. Бәрін суға батырып, бетін жауып, кішкене қайнатамыз. Мен лазер күрішін пайдаланамын, өте дәмді болады. Сіздер де лазер күрішпен дайындап көріңіздер. Күрішімізді суға батырып, бетін жауып, суы тартылғанша орташа отта қайнатып жіберіңіздер. Суы тартылған соң күріштің барлығын бір жерге жинаймыз. Одан соң осылай видеодағыдай күріштің ортасын тесіп шығасыздар. Араларына чеснок саламыз. Сосын бетін күрішпен жауып қоямыз.
отты ең төменгі баяулығына қойыңыздар. Және күрішіміз піскенше бұқтырып қоямыз. Міне, біздің күрішіміз пісіп шықты. Қараңыздар, қандай әдемі шашыңқы болып піскен. Барлығын, астын үстін барлығын аударып, жақсылап араластырып аламыз. Сіздер де дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Бұл рецепт менің анашымның рецебі. Анашымның дәмді палауы. Барлықтарыңызға назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Балнұр. Сау болыңыздар.